Алкандар алифатты қосылыстарға жатады, яғни олар бензол секілді сақиналы емес, ашық тізбекті көміртек атомдарынан тұрады. Алкандардағы барлық байланыстар дара болады. Ең қарапайым алкандар метан, этан және пропан деп аталады. Олардың барлығында sp3 гибридтенген көміртек атомдары болады. Яғни барлық сутек атомдары көміртек атомдарының айналасында тетраэдр түрінде орналасады. Оның пішінін ең қарапайым алкан, метанның молекуласынан анық көруге болады. Бұл 4CH сигма байланыстарынан құралған жоғары дәрежедегі симметриялы құрылым. Этанның жағдайында әр көміртек атомының бір-бір, яғни жалпы 2 sp3 гибридті орбитальдардың бүркесуі нәтижесінде ядра аралық ось бойынан CC байланысы түзіледі. Бұл байланыс CH байланысынан ұзынырақ. Біз алкил тобын алкан молекуласынан бір сутек атомы үзілген кезде қалатын атомдар тобы ретінде қарастырамыз. Алкил тобы дербес тіршілік етпейді. Өйткені жойылған сутек атомы көміртек, оттек, азот секілді басқа атоммен алмастырылады. Радикалдық бос валенттігі бар көміртек атомы көміртек тізбегінің соңында орналасатын ең қарапайым алкил топтарын атау үшін сәйкес түзу тізбекті алканның IUPAC бойынша атауын алып, ан жұрнағын ил жұрнағымен алмастырамыз. Метил, этил немесе бутил топтары қарапайым алкил топтарының мысалына жатады. 4 немесе одан да көп көміртек атомдары бар алкандар тармақталған құрылымдар мен құрылымдық изомерлерді түзе алады. Оларды атау қиынырақ. Құрылымдық изомерлерді атау үшін келесі тәртіппен орындалатын 4 ережені қолданамыз. Бірінші ереже: ең ұзын көміртек тізбегін анықтаңыз және атаңыз. Екінші ереже: барлық радикалдардың атауларын әліпби ретімен префикс ретінде қосамыз. Үшінші ереже: негізгі тізбекке қосылған бірдей радикалдар бірнешеу болса, ди, три, тетра, тағы сол сияқты қайталау префикстерін қолданыңыз. Қайталау префикстерін әліпби бойынша атамай. Төртінші ереже: тізбектегі көміртек атомдарын радикал жақын орналасқан шетінен бастап нөмірлеңіз және радикал қай көміртек атоммен байланысқанын көрсетіңіз. Алкил тобының радикалдық бос валенттігі бар көміртек атомы көміртек тізбегінің соңынан басқа жерде орналасуы мүмкін. Мұндай жағдайларда алкил тобын дұрыс атау үшін 4 ережеге сүйенеміз. Бірінші: түйісу нүктесінен бастап ең ұзын көміртек тізбегін анықтаңыз. Екінші: көміртек саны ең ұзын үздіксіз тізбектегі көміртек санымен бірдей алкан атауының ан жұрнағын ил жұрнағымен алмастырыңыз. Үшінші: ең ұзын көміртек тізбегінде орналасқан радикалдарды анықтаңыз. Төртінші: түйісу нүктесінен бастап нөмірлеу арқылы радикалдардың орнын көрсетіңіз. Сонымен берілген алкил тобының жүйелік атауы 1 метил этил. Ол көбінесе изопропил тобы деп те аталады. Алкил топтары радикалдық бос валенттігі бар көміртек атомының орын басу дәрежесіне байланысты бірнеше топқа жіктеледі. Басқа бір көміртек атомына тікелей байланысқан көміртек атомы біріншілік көміртек атомы болады. Басқа екі көміртек атоммен байланысатын көміртек атомы екіншілік көміртек атомы деп аталады. Ал басқа 3 көміртек атоммен байланысқан көміртек үшіншілік көміртек атомы болып есептеледі.